Сәлем достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен көптен бері эфирға шықпап едім. Келген бір сұрақ, яғни интуицияны қалай тыңдаймыз түйсігімізді деген сұрақ бойынша түсінгенімді видеоға түсірсем ба деп тұрмын. Қандай бір бизнесқа қатысты еді. Мысал ретінде бізде мынандай қазіргі біз бармыз, сіз барсыз немесе Айжан бар дейді. Мынау Айжан. Айжанның қазіргі өмір тармағында бизнесі жоқ, кәдімгі қарапайым жұмысшы Айжан бар дейік. Сатушы немесе. Оның бизнесі жоқ. Өмірінде жасаған кейбір таңдаулар оның қазіргі сәтіндегі қазіргі өміріне алып келіп тұр дейміз. Енді Айжанның ойына бизнес бастасам, мен өзімнің дүкенімді ашсам деген ой келеді. Дүкен ашу деген бизнес. Сол оймен, осы ой келген кезде Айжан әрекет жасаса, ой келді ма, значит, оның полиясында бизнесі бар Айжанның да өмір тармағы, тағдыр тармағы бар. Бизнесмен Айжанның, яғни оның өзінің дүкені бар. Енді дүкені бар, Айжанның да тағдыр тармағы бар деген сөз. Енді физикалық әлемде ол әрекет жасамаса, қандай да бір осы келген ойға қарай әрекет жасамаса, ешқандай да, онда оның осы тағдыр тармағы ешқандай өзгеріс енбейді. Сол өмір, сол күйі жалғаса береді. Сол күйі жалғаса береді, айналып, бизнесі жоқ Айжан күйінде осы өмірінде ол қалады деген сөз. Ал енді осы келген идеяға қарай ол қадам жасап, физикалық әлемде қадам жасайтын болса, әрекеттер жасайтын болса, ол әрекет келген импульсті өзін тыңдай алатын болса, яғни физикалық, менталды әлемде рухани жан дүниесімен жұмыс жасай алатын болса, комплексіне жұмыс жасаған кезде кванттық секіріс жасайды. Кванттық секіріс дегенді қазір енді оңай нәрсе емес, ол бірден ең қысқа уақыт аралығында бизнесі бар Айжанға айналуы мүмкін. Ал енді ол жаңағы әрекеттерді кейінге қалдыра беретін болса, келіп тұрған импульс бойынша жұмыс жасамайтын болса, кейінге қалдыра беретін болса, онда ол уже, мысалы, мына жерде 1 жылда жету керек жаңағы бизнес-вумен Айжан, енді бизнесі оның 3 жылдан кейін орындалатын Айжанға айналады. Немесе 3 жыл ма, 10 жылдан кейін ба, әйтеуір сол жолға солайынан ұзағырақ уақыт кетіреді. Енді бірақ мына кванттық секіріс ең қысқа жолмен бизнесі бар Айжанға айналған кезде барлығы қаз қалпында қалады деп айта алмаймыз. Өйткені бизнесі жоқ Айжанның өмір тармағы мен бизнесі бар Айжанның өмір тармағында өзгерістер пайда болады. Ол өзгерістер кейде қиындықтар арқылы келуі мүмкін. Біз максималды түрде сол қиындықтарды қиындық деп қабылдамауға үйренуіміз қажет. Немесе қиын емес деп қабылдауға үйренуіміз қажет, немесе жаңағы барынша қиын емес жолмен жүруімізге тырысуымыз қажет. Мысал ретінде, былай айтайықшы, математикалық модель десек, математикалық түрде салатын болсақ, міне мынау қазіргі тағдыр тармағыңыз, сіздің қазіргі өмір сүріп жатқан, ол сізге қатысы бар, осындай бір әлемнен тұрады. Қазіргі тағдыр тармағыңыз сіздің осындай сізге қатысы бар нәрселерден тұрады. Мысалы, сіз қарапайым қызметкер болатын болсаңыз, бұл жерде ешқандай жаңағы әскери батальон туралы немесе әскер саласындағы әңгімелер, соған қатысты бірдеңелер сіздің өміріңізде жоқ. Сіздің де екеуіңіздің де жан-жағыңыздағы адамдардың ешқандай да, мысалы, ұшқыштарға, космонавтика саласына қатысы жоқ болғандықтан, сіздің полияңызда, сіздің қазіргі тағдыр тармағыңызда ол нәрселер жоқ. Бұнда не бар? Сіздің қазіргі жаңағы отбасыңыз бар, содан кейін ата-анаңыз, туған туыстарыңыз бар, араласатын қоршаған ортаңыз бар, сіздің қазіргі мансабыңыз бар, қызметіңіз немесе сондай бос уақытыңыз қаншалықты болатындығы сіздің тағы да таныстарыңызбен қарым-қатынасыңыз, көршілеріңіз бар, сіздің қаржылық жағдайыңыз бар, сіздің саяхаттау историяңыз бар, сіздің рухани біліміңіз бар. Яғни осының барлығы пазлдар осы бірігіп сіздің қазіргі тағдыр тармағыңызды құрып тұр. Енді сіздің ойыңызға бизнес бастау келді, дүкен ашу келді. Осы жерге сіз мына веткаға тағдыр тармағыңызға бизнесті кіргізгіңіз келеді. Бұл жерде бос орын жоқ. Жаңағы бос уақытыңыздың өзі ол сіздің әлеміңізді, қазіргі әлеміңізді құрып тұр. Барлығы мынаны толған сондай әртүрлі сізге қатысты салалар, Айжанға қатысты салалар. Енді осы әлеміңіздің ішіне
сіз дүкенді кіргізгіңіз келіп тұр, бірақ ол жерге қазіргі дүкенді кіргізетін бос орын жоқ. Енді бар ол бос уақыттың ішіне бір сонда жаңағы қаржы саласына немесе мансап саласына мына жерге дүкенді кіргізейін деп тұрсаңыз, ол уже басқа тағдыр веткасына ауысайын деп тұр сіздің қазіргі өміріңіз. Яғни ол мынандай ромб күйінде емес, уже басқа формада мындай енгізейін деп жатырсыз. Сәйкесінше дүкен бұл жерге жайдан жай құр дүкен болып оп-оңай былай ромбқа айналып, параллелограммға айналып кіріп кете салмайды. Ол төртбұрыш формасы басқа. Және онымен бірге қаншама мысалы бизнес саласында жүрген таныс адамдар енуі мүмкін сіздің өміріңізге. Онымен бірге жаңадан коллектив енуі мүмкін. Онымен бірге SMM мамандары енуі мүмкін. Онымен бірге реклама саласындағы білімдеріңіз енуі мүмкін. Яғни сіздің өміріңізде жаңадан мына жерден бір орындар табылып, жаңадан пазл құрастырылуы мүмкін. Сіздің өміріңіз, әлеміңіз енді осындай параллелограмдардан, ромбтардан емес, осындай төртбұрышты мен эфирда қазір байланыста бармын ба, жоқпын ба? Үзіліп кетті ма, не болды? Осындай төртбұрышты пазлдардан құралу керек енді. Сәйкесінше сіздің мына жерден осыншама жаңадан сіздің әлеміңіз кеңейіп жатқан кезде, енгізіліп жатқан кезде, ол оңай соқпауы мүмкін. Өйткені мынау ромбтардың барлығы енді төртбұрышқа айналу керек. Бос орын қалмайтындай, мынандай жаңадан әлемге айнала бастайды. Сіздің жаңағы барлық финанс, қаржы жағдайыңыз өзгере бастайды. Сіздің рухани болмысыңыз өзгере бастайды. Сіздің жаңағы таныстарыңыз, мысалы, осындай дүкенді енгізетін кезде, мен дүкенде образна мысалы ретінде айтып жатырмын ғой, өзгерістен кванттық секіріс жасайтын кезде, сіздің өміріңізден қаншама таныстарыңыз азаюы мүмкін. Кейбір адамдарға жоқ деп айтуыңыз мүмкін. Кейбір ситуацияларда біреулермен ренжісіп қалуыңыз мүмкін жоқ деп айтқанның арқасында. Яғни біраз сіздің әлеміңізге жаңа нәрсе ену үшін бұрынғы мына өмір тармағыңыз бір салада ғана емес, барлық салада өзгерістер енеді. Мен барлығын сол қалпы сақтап қаламын да, бірақ жаңадан бизнес вумен Айжанға айналамын деп үміттену қате. Кванттық секіріс жасауға, қысқа уақытта жасауға дайын болсаңыз, қысқа уақытта осы салалардың сіздің өміріңіздің баланс, колесо баланса деп айтады ғой, барлық салаларын жаңағыдай өзгертуге дайын болуыңыз қажет. Сонда мынау жаңағы бір адамдармен ұрысып қалып жатсаңыз, сіз ол нәрсені қиын емес деп қабылдау керек. Бір өзгерістің еніп жатқанын білу керексіз. Және өміріңізге жақсы өзгерістер еніп, сіз осы бағытта дұрыс жолда келе жатқаныңызды білдіру үшін әлем сізге бір белгілер бере бастайды. Енді ол бөлек тақырып, түрлі белгілер дұрыс жолда келе жатқаныңыз туралы, сіздің импульспен істеген әрекеттеріңіздің дұрыс екендігін көрсететін түрлі белгілер келіп орындалып бастайды. Колесо балансада, мысалы, сіздің жаңағы қаржы, отбасы, денсаулық, тағы да саяхат, туған туыс, мансап, осының барлығын баланста ұстаған кезде, дүкенді енгізіп жатып, бірақ отбасыңызбен қарым-қатынасыңыз нашарлап жатса, ол бақытқа келмейді. Осының барлығы адам бақытты болуы үшін баланста болуы қажет. Енді сонда жаңағыдай мүлдем мына жолға секіретін кезде, ол сіздің миыңызда бар нәрселерді, сіздің құрып қойған жоспарларыңызбен ғана жүру дұрыс дегенді білдірмейді. Сізге келіп тұрған импульсті бірден жүзеге асыру арқылы мынандай тез секірістер орын алуы мүмкін. Және оның мүлдем дүкенге қатысы болмауы мүмкін. Мысалы ретінде, сіз жүресіз да, үйдің жанынан қандай дегенді, бір кішігірім зданияны біреу сатып жатады да, алғыңыз келіп кетеді почему-то. Бірақ оны неге керек екенін өзіңіз білмейсіз. Сосын сол алғыңыз келіп кетіп, сөйткен кезде ақша пайда бар болатын болса, онда соны алатын болсаңыз, кейін ол магазинге айналып кетуі мүмкін. Немесе сіз бір жаққа барғыңыз келіп кетеді жайдан жай, мысалы, бір заведенияға немесе бір тренингқа барғыңыз келіп кетеді. Может, сол жерде сол тренингтан отырып, бір кәсіпкермен танысып, солай дүкен ашып кетуіңіз мүмкін деген сияқты. Барғыңыз келіп кетті ме, соны жасау керексіз, сол моментте түсіну керексіз, мүмкіндіктер бар болып тұрса. Мысалы ретінде, сіз мысалы үй алғыңыз келіп жүрсе, мысалы ескі үйіңізге ыдыстарыңызды өзгерткіңіз келіп, немесе ремонт жасағыңыз келіп тұрса, ол келіп тұрған импульс. Соны жасау арқылы сіз сатып алушы бір адам табылып, сіздің үйіңіздің ремонтын көріп өздері сұрауы мүмкін, сіз үйіңізді сатпайсыз ба деген сияқты, аяқ астынан үйіңіз сатылып кетіп, сіз үй алуыңыз мүмкін деген сияқты. Сондықтан келіп тұрған импульспен дұрыс жүрген кезде, ғалым сізге түрлі знактар береді. Енді маған бұл жақта қайта звондап жатыр, прямой эфир үзіліп кетіп жатыр ма, білмеймін. Ойым бөлініп кетіп жатыр. Жалпы айтқым келгені,
осы тағдыр тармағынан кванттық секіріс жасаған кезде ол оңай жүреді деп үміттенбеу керек, бірақ қиын жүреді деп те қабылдамау керек. Болып жатқан түрлі ситуацияларға, мысалы, ғалам сіздің айналаңыздан сіздің жаңағы өзге тағдыр тармағыңыздағы версияңызға айналдыру үшін түрлі ситуациялар алып келуі мүмкін. Жаңа біреумен ұрыстырып, біреумен ұрысып қалып, мысалы, жоқ деп айтқаныңыздың арқасында ол адамды өміріңізден алып кетуі мүмкін, мысалы, араласпайтындай кетуіңіз мүмкін. Бірақ сіз сонымен араласпай кеткенде бүкіл энергияны, бүкіл импульсті, ойыңызды мынандай бір басқа физикалық әлемде әрекеттер жасауға емес, бүкіл энергияңызды сол ұрысқа шоғырландырып қоятын болсаңыз, сіз мына тағдыр веткасынан ешқашан жоғарыламайсыз, басқа тағдыр веткасына, ойыңыздағы веткаға әрекет жасамайсыз. Сәйкесінше оған жету, сол веткадағы айжанға айналу жолы ұзара береді. Мысалы ретінде жаңағы оған да не істемеді ма, бір кішігірім қиындықтар болып жатыр. Өйткені мынаны математикалық тұрғыдан ромбтардың орнына бірыңғай квадраттарды сыйдыру қиынырақ. Тұтастай мына система өзгеру керек. Ал соған сіз өзіңіз көмектесу қажетсіз. Жаңағы жоғары вибрацияда жүріп, әр ситуацияның артында не тұрғанын түсініп деген сияқты түсінуге талпынып. Сосын арты не болады екен деп мимен басқа жаққа энергияны жұмсай бермей, келіп тұрма импульс, жинағыңыз келіп тұрма, жинаңыз. Бірдеңе сатып алғыңыз келіп тұрма, мүмкіндік болып тұрма, сатып алыңыз. Ақшам жетпей қалады, бірдеңе деп ойлар жан-жақтан атака беріп, мына жолдан қозғалмауы да мүмкін. Сосын кейде тіпті ондайға сенбей болмай бара жатсаңыз, сізді триггер ететін адам, ақыры сіздің поляныңызда бар, сіз қатты мынаны қалайсыз, бірақ оған әрекет жасамай жатырсыз да, физикалық әлемде ешқандай әрекет жасамай жатырсыз, бірақ ойыңызға мынау келе береді. Ондай кезде соны бір, мысалы, триггер ететін адамды жібереді өміріңізге. Өміріңіздегі жақындарыңыздың ішінде біреу әйтеуір сізді ашуландыратын, қызғандыратын біреуге айналады. Қызғаныштың арқасында барып сізді осындай мен де істеймін дүкен деген сияқты қызғаныш арқылы да жаңағыдай әйтеуір бір жолмен осы дүкенді пайда болуға өмір алып келеді. Ал енді сіз барынша сол қызғанышты мен қызғанып жатырмын деп өзіңізге қызғануға рұқсат беріп, содан кейін сразу былай жіберіп, соған байланып, оны қызғаныштың вибрациясы, қызғаныштың төменгі энергиясы сізді баурап алып, бүкіл бойыңызда сол энергия толып кетпеу керек. Қызғанышқа толып, бүкіл энергияңыз солай шығып кетпеу керек. Энергияңыз әрекетке айналу керек. Беріліп тұрған энергияңыз, қызғанып мимен жүрсеңіз, ми арқылы қанша энергия кетіп қалады бізде. Сөйтіп жүрсеңіз, онда ол керісінше кері кетуі мүмкін, дүкеннің пайда болуы қиындауы мүмкін. Сондықтан әртүрлі ситуацияларды жан-жақтан келе береді. Мысалы, енеңізді беруі мүмкін, үнемі сіздің вниманияңызды, сіздің үйде болғаныңызды, сіздің жаңағы сізді айту арқылы, біреулерге жамандау арқылы энергияңызды алатын. Сіз оны сол күйінде солай түсініп, бірақ ол адамға энергияңызды жұмсамауға тырысу қажет. Әйтеуір бір жолын табу керексіз. Ешқандай жолы жоқ ситуация өмірде болмайды. Сондықтан ғалам сізге жан-жағыңыздағы ситуацияны не үшін беріп тұр? Өсу үшін беріп тұрған болса, жаңағы өзіңіз де көмектесіңіз әлемге, ғаламға. Ал енді ешқашан ғалам өшіру үшін бермейді, барлығына барлық мүмкіндіктерді беріп қойған жақсы идеяларды келді ма сіздің осы веткаңызға көшуіңізге ғалам да тырысып жатыр. Сізге түрлі ситуациялар тудырып жатыр, сіз қозғалсын деп. Сондықтан өзіңіз қалай көмектесе аламын деген сияқты қатты бір қиын жағдайларға жабысып алмауға, оның үстіне ол энергияны лучше әрекет жасауға арнаңыз. Мейлі ол болсын, болмай қалса да, главное сіз әрекет жасадыңыз. Әрекетті жасап, нәтижесі ойыңыздан шықпайтын болса да, ол сіздің тәжірибеңіз. Біз өмірге тәжірибе және опыт алу үшін келдік. Мысалы, Айжан осыны бизнес дүкен ашамын деп ойлап жүргеннен гөрі, дүкен ашу жолында әрекеттер жасағанның өзі қызық қой. Біз көбінесе зона комфортадан шыққымыз келмейді. Сондықтан жаңа мынау осы тағдыр веткамызға, тағдыр тармағымызға жабысып алып, бірақ ойымызбен бүкіл энергияны тек ойлауға, соған арнап жатамыз да, физикалық тұрғыдан ешқандай әрекеттер болмай жатады. Сол себепті өмір одно и то же қайталана береді. Ал өмір деген ол сіздің жүріп өткен жолыңыз. Мынаны мида сақтап сол күйінше алып кеткеннен гөрі, лучше соны жасап көріп, сол жолда сіз дүкеннің өзін алмасаңыз да, басқа бір мысалы сату опытын, адамдармен келісім жүргізу тәжірибесін, өзгелерге пайдалы болу тәжірибесін алуыңыз мүмкін. Яғни мынау жай ғана сізге идея болып берілген нәрсе, мүлдем басқа бір мүмкін дүкен емес, үлкен супермаркет ашатын жолға алып келуі мүмкін. Үлкен торговый дом ашатын жолға алып келуі мүмкін. Сондықтан просто соны әрекет жасау арқылы өмірде көріңіз. Және кейбір қатты ішке беріліп тұрған импульсты сезіп үйреніңізші. Енді мен оны сөзбен жеткізе алмаймын, ондай ситуацияны адам өзі сезу керек. Өмірім жақсы болып жатыр, жаман болып жатыр, ойдағыдай болып жатыр деген ешқандай оценка бермеңіз. Болып жатыр ма? Болды, болып жатыр. Қабылдадым деңізде, шын жүректен қабылдап, өз әлемге көмектесіңіз. Сізге беріп тұрған, не беріп тұрғанын байқап көріңіз. Әлем сізге не беріп тұр? Жоғары вибрацияда жүруді ұмытпаңыз. Төменгі вибрация ол төменге тартады. Ауырып тұрмын, менің импульсым осы, мен ауырып жата беремін демеңіз. Импульс деген ол басқаша келеді. Жанат, шамшырақ сияқты кәдімгі идея белгілейді ғой, мысалы, жанат бірдеңе.
идеямен бірге ішіңізден бір қатты соны істегіңіз келетін энергия беріледі. Сондай моменттерді үйренуде, мысалы мен өзіме жиі не жасаймын, медитация жасаймын деген сияқты, тыныштық табамын, табиғатқа көп шығамын деген сияқты, түрлі өзіңізге пайдалы жолдарын тауып, өзіңізбен үндестік таба біліңіз. Физикалық, менталды, рухани барлығын бірге алып жүре алатындай өзіңіздің бойыңыздан энергияны тұрғызып немесе теріс жаққа жұмсамай, энергияны айналдырыңыз бойыңыздан. Жақсы, рахмет.